Қайырлы күн, құрметті көрермен, сіздермен бірге мен Ботагөз Мұратқызы және де бүгінгі санымыздың кезекті қонағы Ерсінбек Өрлеубекұлы, Абай жастар жастық орталығының НИТ санатындағы жастармен жұмыс және де әдіскерлік көмек секторының меңгерушісі. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді осы НИТ санатындағы жастармен атқарылып жатқан жұмыстар туралы толығырақ тоқталып кетсеңіз, ең алдымен тоқталмас бұрын әрине НИТ термин туралы түсінік керек. Бұл НИТ санатындағы жастар дегеніміз тек қана біздің Қазақстанда ғана емес, бұл НИТ деген әлемдік термин. Жаңағы бұл НИТ санатындағы жастар дегеніміз ешқандай оқымайтын, жұмыс жасамайтын, жұмыс жасауға ниеті жоқ жастарды осы НИТ санатындағы жастар деп есептейміз. Қазіргі таңда облысымызда 4000-нан астам осы НИТ санатындағы жастар келген. Бұл енді өткен жылғы көрсеткіштермен салыстырғанда әлдеқайда төмен. Сәйкесінше бұл жерде біздің жұмысымыздың жаңағы жеміс беріп жатқандығын көрсетеді. Сонымен қатар біздің облысымыздың көрсеткіші республика көлеміндегі ең төменгі көрсеткіш болып саналады. Қазіргі таңда НИТ санатындағы жастарға арналған көптеген жобалар жүзеге асырылуда, және соларды барынша жұмысқа тарту үшін жұмыспен қамту мансап орталығы арқылы және де біздің жастар орталығының жанынан бірнеше жобалар жүзеге асырылуда. Атап айтар болсақ, биылғы жылы жас проджект жобасында 8 жұмыссыз жүрген жас осы жоба аясында грант жеңіп алды және қазіргі таңда өздерінің сол жобаларын жүзеге асырып жұмыс жасап жатыр. Сонымен қатар тәуелсіздік ұрпақтары гранттары жүзеге асырылған болатын, және де қазіргі таңда көптеген осы жұмыссыз жастарымдың басым бөлігі надан шығады, жаңағы университет, колледжді бітіреді, олар ары қарай жұмыс таппайды. Сондықтан қазір сондай жұмыссыз жүрген, жаңағы оқу бітіріп жұмыссыз жүрген жастарға арналған жастар практикасы, жаңағы алғашқы жұмыс орны, сондай жобалар жүзеге асады. Және ұрпақтар сабақтастығы деген жобалар бар. Жастар практикасы жобасы ол кәдімгі практика ретінде барады. Мысалы үшін біздің жұмыс орнымызға келсе, жастар практикасы бағдарламасымен оған еңбек өтілі жүре береді, бірақ практика ретінде есептеледі. Сосын сол жоба арқылы 1 жыл көлемінде бізде жұмыс атқарылады. Әрмен қарай өзінің жақсы жағынан көрсетіп жатса, сол жұмыс жасаған жерінде қалып ары қарай жұмыс істеуге мүмкіндік алады. Дәл сол сияқты ұрпақтар келісімшарты жобасы, ол яғни бір мекемеде зейнетке шыққалы тұрған бір маман болса, сол зейнеткер маманның қасына бір жас маманды келіп орналастырады. Ана кісі зейнетке шыққанша, жаңағы жас маман сол кісінің тәжірибесін, сол кісінің жұмысын үйреніп, әрмен қарай сол кісінің орнында жұмысты атқарып қалатын болады. Сондай-ақ НИТ санатындағы жастардың санын азайту мақсатында бос жұмыс орындары жәрмеңкелер ұйымдастырады, көптеген ақпараттық түсіндіру жұмыстары өткізіледі. Осындай жаңағы мемлекеттік бағдарламаларды ақпараттандырамыз. Әсіресе осы НИТ санатындағы жастардың алдын алу мақсатында көбірек шаралар ұйымдастырады. Өйткені біз енді оларды бәрін жұмыспен қамти беріп қана қоймай, енді олардың санын көбейіп кетпеу үшін алдын алуымыз керек қой. Сондай-ақ осы НИТ санатындағы жастарды анықтау мақсатында аула аралау жұмыстары деген сияқты басқа да жұмыстар ұйымдастырылады. Жалпы НИТ санатындағы жастар бұл қоғамның ең бір қиын тобы деп айтылады. Себебі олардың ешқандай жұмыс істеуге ниеті жоқ, олардың оқуға ниеті жоқ. Сондықтан біз қанша жерден оларға бір жақсы ұсыныс айтып, жақсы жерге жұмысқа шақырып, бір көптеген мүмкіндіктер туралы ақпарат беретін болсақ та, олар оған қызықпауы мүмкін. Өйткені олардың еш нәрсеге ниеті жоқ. Және де бір НИТ санатындағы жастардың көпшілігі қазіргі таңда әскерден келген жастарды осы санатқа көп кіреді. Себебі олар әскерде болғанда 1 жыл оларда барлығы дайын. Яғни ешқандай жұмыс істемесе де күнделікті тамағы, жаңағы жатын орны бәрі дайын. Олар да әскерде сол 1 жыл сол тәртіпке үйреніп қалған. Олар келгеннен кейін жаңағы әскердің тәртібімен жүргісі келеді. Яғни артық жұмыс істегісі келмейді, ақша тапқысы келмейді деген сияқты жағдайлар кездеседі. Енді біз қолдан келгенше барынша бұл жастардың алдын алуға тырысамыз, оларды жұмыспен қамтуға тырысамыз. Бірақ сәйкесінше жаңағы НИТ санатындағы жастардың өзінен де бір кері байланыс болу керек бізге деген. Яғни сол мемлекеттен беріліп жатқан бағдарламаларды дұрыс пайдалану керек, мемлекет тарапынан беріліп жатқан гранттарға өзінің жобаларын ұсынып қатысу керек. Яғни қазіргі заманда жұмыс істеймін деген адамға жаңағы 2 қолға 1 күрек табылады, ашығын айтқан кезде. Сондықтан әр адамның өзінің ниетіне байланысты. Сондықтан барша НИТ санатындағы жастарды
жұмыс жасауға шақырамыз. Осы санаттың жаңағы азайғаны бізге де жақсы, өйткені өңіріміздің, жалпы республикамыздағы барлық жастардың жұмыс атқарып жүргені, олардың қоғамдық өмірге белсенді араласқаны, бұл бізге жақсы болып есептеледі. Жақсы, рахмет. Жаңа сөзіңізде айтып қалдыңыз, мемлекеттік гранттар бар деп, сондай жаңағы жастарға сіз қазіргі таңда ең актуалды деп айтамыз ғой, сонда қандай гранттарды ұсына аласыз? Қазіргі таңда ең актуалды грант әсіресе осы жұмыссыз жүрген жастарға арналған Жас Project жобасы. Яғни жоба аясында 1 миллион теңге грант бөлінеді. Ол қайтарымсыз грант, яғни өзіңіздің жобаңызды ұсынасыз. Егерде жоба сізге жаңағы комиссияға ұнаса, комиссия сіздің жобаңызды мақұлдаса, сол жобаны жеңіп алуға мүмкіндік бар. 1 миллион теңге деген бір жоба бастау үшін өте жақсы қаражат деп айта аламыз. Бұл Жас Project жобасының алдында біз жастар ресурстық орталықтары арнайы ақпарат береміз барлық жұмыссыз жүрген жастарға. Және бұл жерде бір ерекшелік, яғни арнайы жұмыссыз жүрген жастардың категориясына қарайды, сонымен қатар мүмкіндігі шектеулі жастарға беріледі. Сондықтан бұл жоба, жаңағы ұсынған жобаның тағы бір ерекшелігі, яғни сол жобаңыз қоғамға бір өзінің пайдасы болу керек. Мысалы үшін бір көп балалы отбасыларды қамту, жетім балаларға арналған бір жобалар болу керек, болмаса аз қамтылған отбасының балаларын қамтитын, тағы басқа мүгедектігі бар адамдарға бір қолдау көрсететін жобалар болса, сол Жас Project жобасының жеңімпазы болуға мүмкіндік көп деп айта аламын. Сондай-ақ тәуелсіздік ұрпақтары гранттары жобасы өте жақсы жоба. Ол республикалық көлемде және біздің Абай облысының көлемінде жүргізіледі. Республика көлемінде 30 грант, республика бойынша. Абай облысында 5 грант, арнайы 5 бағыт бойынша осы гранттар берілетін болады. Енді қызығушылық танытып, өздерінің жобасын ұсынып, жетістікке жетіп жатқан жастар көп, сондықтан қатысам деген барлық жастарға әрқашанда есік ашық. Құлақтарына алтын сырға дейсіз ғой. Жақсы, рахмет. Енді НИТ санатындағы жастарға қандай әдіскерлік көмектері көрсетілуде сіздердің тараптарыңыздан? Бұл және әдіскерлік көмек дегенде тек қана НИТ санатындағы жұмыссыз жастарға емес, барлық 14 пен 35 жас аралығындағы жастарға арналған әдіскерлік көмектер, яғни тек қана жұмыссыз жастарға ғана емес, мысалы үшін бізде Жасыл ел бағдарламасы жүзеге асырылады. Сонымен қатар студенттерге арналған бөлек өзіміздің жобаларымыз бар, басқа да жастарға арналған жобаларымыз бар. Соның барлығына жаңағы сол жобалар бойынша ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз, соларға көмек көрсетеміз. Мысалы үшін жазда Жасыл ел жобасында биылғы жылы 2024 жылы Абай облысында 1400 жас жұмыспен қамтылған болатын. Енді биылғы жылда сондай жасты жұмыспен қамту жоспарда бар. Кез келген жастар қоғамның қозғаушы күші деп саналады. Сондықтан қандай да бір өздеріне көмек керек болса, бізден келіп көмек сұраса, біз қолымыздан келген көмекті беруге дайынбыз. Жақсы, рахмет. Енді өзіңіздің ақыл кеңесіңіз болса жастарға? Енді қазіргі таңда жастарға жасалып жатқан мүмкіндіктер өте көп. Соны тек қана дұрыс пайдалана білу керек, соны іске асыра білу керек. Қазіргі таңда көптеген жастар оқу оқиды, оқу бітіргеннен кейін сәйкесінше жұмыс істемей жатады сол диплом бойынша. Сондықтан өздеріңіз қалаған мамандыққа оқуға түсіңіздер, өздеріңіз қалаған жұмысты жасаңыздар. Жастарға мүмкіндік өте көп. Еліміздің болашағы жастардың қолында деп үнемі айтамыз. Сондықтан жастарымыз жалынды болу керек, жастарымыз жігерлі болу керек. Егемен елдің, тәуелсіз Қазақстанның болашағы үшін жастарымыз әрқашан білімді, бәсекеге қабілетті болса екен дейміз. Жақсы, рахмет. Бүгінгі алтын уақытыңызды арнап бізге сұхбат бергеніңіз үшін сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен, бүгінгі санымыз өз мәресіне жетті. Амандықта қауышқанша.